Енді мына екінші схеманы қарап өтейік. Бұл схема мынаған қарағанда кішкене қызығырақ. Бұл схемада екі контроллер бірінің артынан бірі қойылады. Үш выключатель қолданылады. То есть сіздерге үшіншісі не обязательно, бұны қоймай қойсаңыз да болады. Бұл схема қай кездерде қажет болады? Бағана мен айтқандай, сіздің контроллер максимум 150 адрес ұстайды. Ол 15 метр лента. Мысалы, 15 метр лента дейік, бізге в общем 30 метр лентаны қосу керек, или 25 метр лентаны қосу керек. Ондай болса, мына контроллерна лента біткен жерінде сіз екінші контроллерді қосасыз и оған жай лентасын қосасыз. И подключениесі былай келеді. Плюс-минус общий болып кете береді. То есть мына контроллердің плюс-минусы мына бірінші контроллердің плюс-минусына общий блок питания қосылады. Ал мына бірінші контроллердің S2 деген выходынан провод бүйтіп барады да, мына көк провод. Екінші контроллердің S1 деген выходына барып кіреді. И екінші контроллердікі сөйтіп шығады да, S2 шығады да, мына конечный выключательге барады. И мына екі контроллерді қосқан провод, мына көк провод, соған үшінші выключательді қоссаңыз болады. Но ол не обязательно. Қоссаңыз керек болса қосасыз, керек болмаса қоспайсыз. Сол кезде мына схема бойынша біздің подсветка үш жерден управляться етіледі. Мына жақтан шетінен қосылады, және ортасынан екі жаққа ғана қосылады. Оны қазір мен сізге наглядно көрсетемін, біздің офиста ол схема жиналған. Менің үстімде мына жерде профиль орнатылған, профильдің ішінде жаңағы адресный лента, и осы общий единый системаға змейка болып жиналған. Бағана екінші схема бойынша. Мына жақтан бастап көрсетейін сіздерге. Мына жерде жаңағы шеткі выключательдің біріншісі орнатылған. Оны басқан кезде біздің змейка сразу ары қарай до конца жүреді. Мына жерде получается бізде екінші контроллер басталады. Ана жақта бірінші контроллер, мына жақта екінші контроллер. Сигнал екінші контроллер өтеді и сразу змейка болып общий бір системада екеуі қосылады. Мына жерде бізде шеткі выключатель, екінші выключатель. Бұны басып жаңа өшіріп жатырмыз. Қазір қайтадан басқан кезде бұл мына жақтан қосады. То есть общий система ретінде ешқандай задержкасы жоқ, бәрі четко істейді. Мына жерде екі контроллер қосылған, жаңағындай общий сигнальный провод екі контроллердің арасында жалғанып тұр, и ол жерден получается бәрі бірге істейді. Енді мына екі шеткі выключатель, ол проходной выключатель сияқты істеп тұр. Анамен қостық, мынамен өшірдік, мынамен қостық, мынамен өшірдік. Бірақ бізде мына екі контроллер қосылған жерде тағы да үшінші выключатель қосылған. Оны мына жерге шығарылған бізде. Ол үшінші выключательді басқан кезде мына ортаңғы точкадан екі жаққа қосылып түседі. Және де қайтадан бассақ, сөйтіп өшіреді. Выключательдің жаңағы кез келген выключательмен сіздер двойной нажатие екі рет тез басып, ночной режимді қоссаңыздар болады. Ночниктің жағы қатты болып қойған, демирование жасап. Демирование қалай жасайтынын қазір мен сізге айтып кетейін.